Сәлем достар, менімен бірге ең оңай пирог дайындаңыздар. Айранға жасалынады. Ол сондай нәзік әрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеодағы мен пісірген пирогты дайындау үшін соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен бір кесе, яғни пиала айран, құмшекер, 3 жұмыртқа, 1 разрыхлитель және жарты пиала май керек болады, кәдімгі тағамға қолданатын май. Ал бос ыдыс. Бос ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді барлығын саламыз. Жақсылап оны миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғанымызды біз аппақ көбіктер, яғни құмшекері ерігендігі білдіреді аппақ болғаны. Сол еріген болған кезде ғана миксерді тоқтатамыз. Аппақ көбік сияқты көтерілуі қажет. Біздің пирог тестамыздың үстінен 1 пиала айранымызды, менде сәл қышқылдау айран, сәл көтеріліп ашыған айран екені білініп тұр. Қолданыла берсеңіздер болады. Соны үстіне құямыз. Ашыған болсын, ең таза балғын айран болсын, барлығы бола береді. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Онан соң сұйық майымызды құямыз. Тура сол айран барлығы қосылған пиаладан жарты пиала сәл аздау қоссаңыздар да болады. Келесі кезек ұнымыз дәл солай көлемде 2 пиала ұн салатын боламыз. Бірінші бұларды ең алдымен електен өткізіп аламыз, ол міндетті түрде. Пирогтарыңыз жақсы көтерілу үшін бұл жердегі ең негізгі құпиясы барлық ыдыстарыңыз құрғақ болу керек. Алатын ыдысыңызда, салатын ыдысыңызда, пиалаңызда, тіпті миксеріңіз де құрғақ болуы қажет. Су болса, барлығы көтерілмей қалуы мүмкін, тап болып пісуі мүмкін. Сол үшін барлығын құрғақ қылып алыңыздар. Келесі кезек бізде разрыхлитель, яғни қопсытқыштың мен барлығын қоса салдым, жақсы көтерілуі үшін. Ұнды да бөліп саламыз, бір жерге топ қылып, я болмаса 2 пиаланы да барлығын сала салуға болмайды. Құрметті достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менде әлі де бұдан да керемет рецепттер көп болады. Біздің қамырымыз дайын. Тура видеодағыдай көрсетілгендей консистенцияда шығуы қажет. Қатты сұйық, я болмаса қатты қою емес, әдемі қоймалжың консистенция. Біздің формамыз 22-24 сантиметрлік. Ішін майлаған жоқпын, еш нәрсе істеген жоқпын, тек пергамент астына төсеп қыстырдым.
бұндай нелеріңіз, қалыптарыңыз болмаса, басқа да өздеріңіз күнделікті пісіретін қалыптарыңызға салып пісірсеңіздер болады. Мен оны құйдым және бұны духовкаға ең аз 150 градусқа жіберемін. Мінекей, біздің пирогымыз дайын. Оның ортасын спичкамен тығып, әрине ортасы пісті піспеді көруіміз қажет, көресіздер оны да. Өз қалауларыңыз бойынша үстіне сәндік үшін сахарная пудра сепсеңіздер болады. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және лайк, комментарий жазып, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Ал енді пирогымызды кесеміз. Ол сондай жұмсақ, әрі иісі керемет иісі. Өздеріңіз үйде балдарыңызға, отбасыларыңызға пісіріп беріп қуантыңыздар, ол тез көтеріледі. Әрі сондай дәмі күшті, істеп көрсеңіздер, қайта-қайта істегілеріңіз келеді. Үйдегі бар заттармен осындай керемет пирог жасап шығарыңыздар. Әйел адамы деген қолынан барлығы келеді. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Міне, мен балам жеп жатыр. Ол сондай осы пирогты жақсы көреді. Бір жегенде екі, сол күн сразу жеп қояды.